Тарихы тереңге тамыр тартатын Жезқазғанның қалыптасу, даму, өркендеу жолында айрықша еңбек сіңірген, маңдай терін төгіп қызмет қылған, қанға біткен қайсарлығымен, тектен дарыған табандылығымен танылған қаншама тұлғалар бар. Бүгінгі алып мыс заводы, байыту фабрикасы, кеңгір су қоймасы, түрлі әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлер, даңғылдар мен алаңдар, бәрі сол қайсар да табанды жандардың қолының табы бар құрылыстар. Олар бір кездері шаруа күйттеп, мал бағып, күнкөріс нәсібін тапқан қарапайым қазақ ауылдарына мекен болған сары даланың төсіне қала тұрғызған қаһармандар. Біз оларды осылай деп бағалаймыз. Ал сол қала қазір Қазақстанның түсті металлургиясының ордасына айналып отыр. Бұл еңбектегі ерлік. Осы ерлік кітабының бетіне жазылған есімдердің бірі еңбек ардагері, Қазақстанның құрметті металлургі, Қарағанды облысының және Жезқазған қаласының құрметті азаматы Төлеген Нұрмағамбетұлы Бүкіров. Әкесі Нұрмағамбет атамыз кешегі зұлмат жайлаған жылдардың қиянатын бастан өткерген, халық жауы деген нақақ жаламен айдауға түсіп, түрме тауқыметін бастан кешірген. Отбасының берекесін бағып, көзге көрінген балаларының тәрбиесіне көңіл аударған Жанымкүл анамыз да ел қадірлеген жан еді. Төлеген Нұрмағамбетұлы 1952 жылы Жезқазған қаласында дүниеге келді. Жоқшылықтың иті балақтан алса да, балдан да тәтті балалығы Жезқазғанда өтті. Сол кездегі қаладағы жалғыз қазақ мектебі нөмір 8 орта мектебінде білім алды. Отан алдындағы азаматтық борышын абыроймен атқарып келген Төлеген аға Жезқазған мыс заводының пештері мен газ құбырларын тазалаушы болып еңбек жолын бастайды. Бұл жұмыстың бейнеті мен денсаулыққа зияндылығының мөлшерін айтып жату артық болар. 20-21 жас мұғдарындағы ағамыз осы жолдан өтті. Сабақ алды, бүгінін екшеп, алдағы күндерін болжады. Шарт түйін шешім қабылдаса керек. Төлеген аға Алматы қаласына барып, жоғарғы оқу орнына студент болып қабылданады. 1980 жылы Қазақ политехникалық институтын бітірген соң елге оралып, Жезқазған мыс заводына білікті маман ретінде жұмысқа кіріседі. Бұл металлург Төлеген Нұрмағамбетұлының үлкен жолының басы еді. 15 жылдың ішінде металлург ағамыз Жезқазған мыс заводында балқытушы, ауысым шебері, бөлімше және цех бастығы, завод директорының орынбасары қызметіне дейін көтеріліп, өндіріс шебері болып танылады. Төлеген ағаның Жезқазған сирек металл кәсіпорнының басшысы болып қызмет атқарған жылдардың қиындығы мен қызығы, күреске толы күндері аңыз дерлік әңгіме. Аталмыш кәсіпорынның республикалық мемлекеттік нысан болып қалуында директор Төлеген Нұрмағамбетұлының еңбегі ерекше. Атқарушы директор, кейін бас директор болып тағайындалған ағамыз 5 жыл бойы сирек металдар өндіретін кәсіпорынның ыстығы мен суығына төзіп, табандылық танытты. Осы салада жүріп құрамында рейни бар аммиак сульфат ерітіндісінен осмий алудың технологиясын зерттеу және дайындау деген тақырыпта кандидаттық диссертациясын сәтті қорғады. Төлеген Бүкіров пен оның серіктестері өндіріп алған осмий 187 әлем ғалымдарының назарын аударды. Тәуелсіздік алған жылдардың алғашқы кезеңінде өзекті мәселеге айналған жайттың бірі қазақ тілі мәселесі. Осы тұста нағыз ұлтжанды, нағыз тіл жанашырларының тегеурінді іс-қимылы қажет еді. Жер-жерде қазақ тілі қоғамының облыстық, қалалық бөлімшелері құрылып, ұлттық тіл мәселесін төрге оздыру жұмысы басталып кетті. Төлеген аға осы жауапты істің бел ортасынан көріне білді. Сарыарқаның сайын даласын сарқа ақтарып, өлкенің тарихын тірнектеп теріп, көненің көзіндей, өткеннің өзіндей болған жәдігерлерді жинақтап, оларды келешекте сақтап, мәдени тарихи мұраларды жан-жақты зерттеу жолында атаңызға айналған белгілі өлкетанушы Сүтемген Бүкіровті өңірімізде білмейтін жан жоқ. Өнегелі өмір иесінің ізін басып, ісін жалғаған және елеулі жұмыстарды ұйымдастырып, игі шараларға ұйытқы болып жүрген Төлеген Нұрмағамбетұлын ізетті іні әрі ізденімпаз шәкірт десе де болады.
Сондай-ақ қазақтың кетбұқасы қоғамдық бірлестігінің төрағасы бола жүріп, ел мен жер тарихына, тағылым тәліміне толайым табыс әкелді. Біраз уақыттан бері төрт босағаны түгендеп, кетбұқадай билерден кеңес сұрар күн қайда дегендей, алыс жақындағы ағайынның, елімізге танымал ақын жазушылар мен ғалым зерттеушілердің басын құрап, игілікті іс атқарып келеді. Төлеген Нұрмағамбетұлы бүгінде Қазақстанның құрметті металлургы, 3 дәрежелі еңбек даңқ төсбелгісінің толық иегері, Қарағанды облысының және Жезқазған қаласының құрметті азаматы. Осы мәртебелі атақ марапаттардың баршасы ардагер ағамыздың еселі еңбегінің көрсеткіші, ел арасындағы шынайы абырой беделінің айғағы. Ел ағасының өмірлік жолдасы Ақмарал апамыз осы өлкеміздің тумасы. 1977 жылы қыркүйекте отау құрған ағамыз бен апамыз бүгінде дүниеге 3 перзент әкеліп, олардан немере сүйген бақытты жандар иесі. Өткен ғасырдың ортасында дүниеге келіп, жаңа ғасырдың алғашқы ширегінде 70-тегі мейлі жасқа толып отырған Төлеген Нұрмағамбетұлы осынау абыройлы биікке ар жолынан, адалдық жолынан айнымай, қалың елге қадірлі азамат боп жетіп отыр. Әрідегі ата-бабадан, берідегі әке-шешеден дарыған адамдық қасиеттерін ұрпағына сіңіріп, қасиетті қара шаңырақтың берекесіне айналды. Бұл Алланың бұйыртқан бақыты.